Армысыздар, менің есімім Әйгерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде шұғыл ақпарат, себебі Алматы қаласы бойынша 5-24 қаңтар аралығында тұрғындардан атаулы әлеуметтік көмек алуға өтініш қабылдау басталды. Бұл атаулы әлеуметтік көмекті 4 не одан көп кәмелеттік жасқа толмаған балалар бар, не 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде білім алатын студенттер бар отбасылар ала алады. 4 бала үшін 42.500 теңге, 5 балаға 53.127 теңге, 6 балаға 63.700 теңге, 7 және одан да көп баласы барлар 74.000 теңге ала алады. Өтініш қабылдау әліпбилік тәртіппен жүзеге асырылады. Демек, адан жаңағы яға дейін. Осы арқылы сапалы қызмет көрсету мен өтініш берушілер ағынын реттеу қолға алынбақ. Өтініш берілген күн айдың ортасы немесе айдың соңғы күні болса, онда төлем толық беріледі. Яғни ақшалай жәрдемақы өтініш берілген күн емес, өтініш берілген айдан бастап тағайындалады. Өтініш иесі тұрғылықты жері бойынша кем дегенде 6 ай тұрақты немесе уақытша тіркеуде болуы тиіс. Ол өтінішпен бірге жеке куәлігін ұсынады. Бағдарламаның басты шарты – отбасыдағы еңбекке қабілетті адамдар еңбек бағдарламасы аясында ұсынылатын жұмыстарға орналасуы керек. Аталған бағдарлама аясында жеңілдетілген шағын несие мен бизнес ашу үшін қайтарымсыз грант ұсынылады. Егер ол аталған жұмыстардан бас тартса, гранттан бас тартса, онда отбасына берілетін жәрдемақы толықтай тоқтатылады. Сонымен, Алматы қаласы бойынша әлеуметтік әл-ауқат басқармасының хабарлауынша өтініштер мына 8 аудандық бөлімде қабылданады. Оны міндетті түрде жаңағы осы видеоның шығарылымның астына қалдырамын, жазамын, себебі мұнда нақты көшесі, нақты қандай маман қабылдайтыны, нақты ол кісінің жаңағы мобильді телефонына дейін көрсетіліп жазылған. Сұрап жатыр, атаулы әлеуметтік көмек қандай кезеңге тағайындалады деп. Осы биылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек 90 сайын ғана тағайындалып отырады. Бұрынғыдай жаңағы 6 ай немесе 1 жылға емес, енді 90 сайын ғана. Жаңа тәртіп бойынша шартсыз ақшалай көмекті тағайындау мерзімі 6 айға дейін ғана ұзартылады. Сондай-ақ қандай документтер керек деп жатады. Ең бірінші, банктік шот нөмірі туралы мәліметтер, туу туралы куәлік, қайтыс болған балалардың куәліктері, неке қиюды немесе бұзуды тіркеу туралы куәлік, оқу орнының анықтамасы, жаңағы балаңыз егерде студент болып жатса. Осы және де өзге де жаңағы тұрғын үй тұратын тұрғылықты жерінің анықтамасы, осы және өзге де жаңағы документтерді астында көрсетілген адрестерге апарып өткізу керек. Сондай-ақ әлеуметтік пакет туралы көп сұрақтар түсіп жатыр, сол жайында да айтып өтсем. Міне атаулы әлеуметтік пакетке не кіреді? 1-4 сынып оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету кіреді. Балалар мен аналар үшін қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүру, мектеп формасымен, оқулықтарымен және керек жарақтармен қамтамасыз ету, балабақшалардағы орынға басымдық құқық беріледі. Балалар лагеріне тегін демалыс беріледі. Коммуналдық қызметтер бойынша өтемақы төлемдері әлеуметтік көмірмен және отынмен қамтамасыз ету кіреді. Газ талдағыштарды, жарық және су есептегіштерін тегін орнату кіреді. Үйде әлеуметтік жұмыс орындарын құру, көп балалы отбасылар үшін гранттар мен микрокредиттер беру кіреді. Және тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы тұрғын үй жағдайын жақсарту, бір жолғы әлеуметтік көмек ұсыну, еңбекке қабілетті ерге жұмыспен қамту шараларымен қамтамасыз ету кіреді. Және бір жолғы әлеуметтік көмекті ұсыну жұмыстарын жүргізуге кім қатысады? Бұны жаңағы қалалық жерде орналасқан тұрғындар халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып ала алады, ал ауылды жерлерде тұратын тұрғындар әкімдікке барып ала алады. Және де сондай-ақ ақпараттық түсіндіру жұмыстарын мына мекемелер жүргізеді. Олар сіздерге шынайы ақпаратты беруге және де түсіндіру жұмыстарын жүргізуге міндетті. Олар халықты жұмыспен қамту орталықтары, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары бөлімдері, еңбек минінің аумақтық құрылымдық бөлімшелері, демек министрліктің, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының бөлімдері, әкімдіктер. Бұлар сіздерге міндетті түрде ақпарат беруге
міндетті. Жалпы осы сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап бердім деген үміттемін. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, осы шығарылым астына қоя аласыздар. Сау болыңыздар.